сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгін мен зерттеушінің тақырыбында балалар, мен сендерге ертегі арқылы қызықты тәжірибелер жасайтын боламыз. Тәжірибе жасауға дайынсыңдар ма? Иә. Олай болса балалар, ең алдымен мен сіздерді қауіпсіздік ережесімен таныстырайын. Балалар, бұл жаңағы жасайтын тәжірибені жасау үшін біздер мына сутегі асқын тотығын қолданамыз, және көк дәріні қолданамыз, және медициналық спиртті қолданамыз. Бұл тәжірибені үлкендердің көмегінсіз үй жағдайында жасауға болмайды. Түсіндік пе балалар? Иә. Қызықты тәжірибені жасауға дайынсыңдар ма? Балалар, олай болса, біздер су асты патшалығына ертегіге саяхатқа барайық. Ертеде теңіздің астында керемет бір алтын балық өмір сүріпті. Теңіздің астының сұлулығы сонша, балықтар әдемі теңіздің астында еркін өмір сүріпті. Бір күні бір зұлым сиқыршы бұны көріп, балықтарды сиқырламақшы болады. Зұлым сиқыршы теңізді сиқырлап жатыр екен. Су асты патшалығын суын лайлап, балықтар еш нәрсені көре алмапты. Балалар, қараңдаршы, судың түсі қандай болып? Жасыл. Иә, зұлым сиқыршы суды, мөлдір таза суды ластап, жасыл түске ендірген екен. Балықтардың лай судың астында өмір сүруіне көмектескісі келген мейірімді жаңбыр тамшылары көмекке келеді. Мөлдір таза тамшылар жаңбыр жауып теңіздің астындағы тіршілік. Қараңдаршы балалар, теңізге таза жаңбыр тамшылары жауып, теңіздің суы қандай болды балалар? Қандай болды? Таза, мөлдір таза суға айналды. Ұнады ма балалар? Иә. Ертегі ұнады ма? Иә. Көрдіңдер ме балалар? Көмекке мөлдір таза тамшылар келіп, балықтарды құтқарды. Балалар, ендеше осы тәжірибені өздерің жасап көргілерің келе ме? Иә. Олай болса, бірге жасайық. Балалар, сіздерге бүгінгі қызықты тәжірибелеріміз ұнады ма? Иә. Ойынымыз ұнады ма? Иә. Олай болса, сау болыңдар. Сау